Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа, Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Игілікұлы Қилыбайға, Қазмұнайгаз акционерлік қоғамының басқару төрағасы Хасенов Асхат Ғалымұлына үндеу. Біз Мұнай-Спецснаб компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмыскерлері сіздерге өзіміздің еңбек құқықтарымыздың жүйелі түрде бұзылып отырғаны, сондай-ақ әлеуметтік және экономикалық әділетсіздікке жол беріліп отырғаны жөнінде мәлімдеуге мәжбүрміз. Мемлекет басшысының бастамасымен елімізде жүргізіліп жатқан реформаларды өңірде орын алып жатқан оң өзгерістерді көріп отырмыз. Және қабылданып жатқан әділетті шешімдер жалғасын табады деп сенеміз. Алайда өкінішке қарай біздің мекемеде қалыптасқан жағдай бұл саясатқа қайшы келеді. Мекеме басшылары тарапынан басқару жүйесіндегі ретсіздік пен жауапсыздық салдарынан еңбек жағдайлары нашарлап, жұмысшылардың қаржылық жағдайлары төмендеді. Күнделікті қызмет барысында әділетсіз шешімдер қабылданып келеді. Сонымен қатар көлік жуу, көлік жөндеу және жанар-жағармайларға бөлінген қаражаттың мақсатсыз жұмсалып отырғанына, аталған шығындар бойынша бөлінген қаражаттың нақты пайдалануына күмән бар екеніне және жымқыру белгілерінің байқалуына алаңдаушылық білдіреміз. Осыған байланысты біз Мұнай-Спецснаб компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қаржылық шаруашылық қызметіне экономикалық қаржылық тексеру жүргізуді талап етеміз. Талап етеміз бе? Талап етеміз бе? Талап етеміз бе?